Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді сметаник пісіріп үйренеміз. Ал бастаймыз. Ол үшін електен ұнымызды өткізіп аламыз. Үстіне шым-шым тұз, қопсытқыш, сахарная пудраны салып, бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Және қолымызбен езіп, осылай крошка жасайтын боламыз. Одан кейін үстіне бір жұмыртқаны салып, қолымызбен барлық ингредиенттерді біріктіреміз. Осылай бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймақ, қант, 2 жұмыртқа және де 1 ас қасық ұн қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Келесі кезекте формамызды дайындаймыз. Форма диаметрі менде 26 см. Осылай асты ашылады, өте ыңғайлы. Дайындап қойған қамырымызды осы формамызға жайғастыратын боламыз. Мен сияқты видеода көрсетілгендей жайып формаға жайғастыратын болсаңыздар, өте ыңғайлы солай істеген. Және бұл қамыр өзі жұмыс істеуге де өте ыңғайлы. Осы пирогқа керек барлық ингредиенттерді граммен қоса осы видеоның астына описанияға қалдырып кетемін. Осылай қамырымызды форманың үстіне жайғастырып аламыз. Артық қалып қойған қамырды алып тастаймыз. Оларды келесі пирогқа қосып жіберсеңіздер болады. Осылай жан-жақтарын барлығын әдемілеп шығамыз, жетпей қалған жерлеріне жеткіземіз. Енді салмасына кірісеміз. Менде осындай қатырылған малина бар, соны астына саламын. Және дайындап қойған салмамызды үстіне құямыз. Құйып барлығын жан-жағына жеткізіп дұрыстап аламыз. 180 градусқа пешке 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Дәмді пирогымыз осылай пісіп шықты. Өте түрі әдемі, иісі де керемет. Енді толықтай суытамыз. Тек суығаннан кейін ғана барып кесіп дәмін көруге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Шығыны да өте аз. Егерде осы рецепт сіздерге ұнап жатса, мен қолдап каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын.